1945 жылдың 2 қыркүйегінде таңғы сағат 9-да Токио шығанағында тұрған америкалық Миссури линкорнында Жапон империясының капитуляциясы туралы актіге қол қойылды. Осылайша екінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. 1951 жылы Сан-Францискода Америка құрама штаттары мен олардың одақтастары Жапониямен бейбіт келісімге қол қойды. Бұл құжатта Жапония үкіметі оңтүстік Сахалин мен Курил аралдарына деген кез келген талаптарынан түбегейлі бас тартты. Алайда бұл аумақтардың мәртебесі келісім шартта нақты анықталмаған. Рузвельт Ялта конференциясында Сталинге берген уәдесіне қарамастан, америкалықтар Курил аралдарын КСРО аумағы ретінде мойындамады. Кеңес делегациясы бұл құжатқа қол қоюдан бас тартты. Ресей мен Жапония арасындағы бейбіт келісім бүгінгі күнге дейін жасалған жоқ.